Ерте заманда Ерназар деген бай болыпты. 4 түлік малы сай болыпты. Қора толған қойлары болыпты. Келе-келе түйелері болыпты. Өріс толған жылқылары болыпты. Ерназардың 8 ұлы болыпты. Бір жылы үлкен жұрт болып, ел малын алысқа отарға айдап кетеді. Ерназардың 8 ұлы да солармен кетіпті. Сол кеткеннен хабарсыз кетеді. Айлар өтеді, жылдар өтеді, келмейді. Ерназардың азығы таусылады, жейтін тамақ таппайды. Кемпір екеуінің тұрған әлдері әрең жетеді. Әй шала, өшірге асымыз да қалмапты. Ендігі күніміз не болмақ? Әй, кемпір, сөйінші. Кер биенің керілі тұрған төстігі майлы көрінеді. Ол, жылдам, асып жіберші. Бірнеше айлар өткен соң дүниеге ұл бала келеді. Оның атын төстік жеген соң біткен бала деп төстік қояды. Төстік өзгеше бала болып өседі. 1 айда 1 жастағы баладай, 2 айда 2 жастағы баладай. 1 жылда 15-тегі жасөспірімдей болып, 2 жасында алысқан кісілерін алып ұратын бала болады. Садақ тартып үйренеді. Татқан садағын 9 қабат кетпеннен өткізеді. Аң аулап, қос атып, әкесі мен кемпір шешесін асырайды. Үрмегімді ұзып кеттің, ол ертеден қара кешке дейін жүгіре бермей тентіріп кеткен 8 ағаны тауып алмайсың ба? Төстік кемпірге жауап қайтара алмай, оның сөзіне қатты қорланады. Ол ағалары бар екенін білмейді. Әке-шешесі оны айтпаған екен. Балам-ау, саған не болды? Кіммен жанжалдасың? Мен бір әжейдің өрмегін ұзып кетіп едім. Ол маған осылай жүргенше тентіріп кеткен 8 ағамды тауып алмайсың ба дейді. Менің ағаларым қайда? Мен оларды табуым керек. Ағаларының бәрі рас еді, жыл кетіп еді. Содан кейін жоқ, қайда жүрген білмейміз. Төстік ағаларын іздеу қамына кіріседі. Беліне садақ байлап, қолына темір таяқ алады. Аяғына етік киеді. Ай жүреді, жыл жүреді, талай елді, талай жерді аралайды. Аралап келе жатқанда алыстан сағым көрінген бел көрінеді. Ар жағынан ел көрінеді. Төстік елге қарай жүреді. Төстіктің келген елі ас беріп жатыр екен. Арамды осы жерден іздеп көрейін. Ерназардың 8-не тар, Ерназардың 8-не тар, Ерназардың 8-не тар. Төстікпен бірге ағалары еліне келеді. Балалары аман-есен келген соң, ел жиып, ақ сақал, қара сақал түгел разы қылады. Той тарқағаннан кейін 9 ұлына 9 келіншек іздемекші болады. Олардың бәрін бір үйден таппақшы болады. Бірақ Ерназардың ойлағанындай болмайды. Келіңіз, төрге шығыңыз, отырыңыз. Кеш жарық мейман болайын дедім. Неге жылайсыз? Жылаған себебім 9 ұлым бар. 9 ұлым бір әке-шешеден туылған. Соң 9 ұлыма 9 келін іздеп жүрмін. 9 ұлым де бір әке-шешеден туылған. Сіздердің сырғаларыңызға қарасам, өте қатты қуандым. Бірақ екінші рет санасам, 8 сырға екен. Ендеше жылама, тағы біреуі бар, кенжекейімнің сырғасы. Еді 8 қызым бір төбе, кенжекейім бір төбе. Сондықтан кенжекейімнің сырғасы оралдыкісінен бөлек тұрады. Сен 8 қызым бір төбе болса, кенжекейім бір төбе болады. Менің 8 ұлым бір төбе, төстігім бір төбе еді. Кенжекей төстігімдікі болсын. Сөйтіп Ерназар 9 қызға құда түсіп қайтады. Әке маған жылқыдан шалқырақ атты берсін, жасаудан ақсырмайлы сауытты берсін, түйеде құба інгенді берсін.
Шалқұйрық атты сұрағаным, ергелайық ат еді, ермінсіз ет едім. Ақсырмаулы салты сұрағаным, ертіртік ер еді, сол ергісін ет едім. Кежеке сөзінің жаны бар, сұрағымды ал, бірақ қызым сор құдықтың басына көшімді, қондырма қондырсаң кесір болады. Ерназар келіндерін алып қайтуға 9 ұлмен барады. Оларға перінің қызы Бектор кездеседі. Ол төстікті жігіттің кенжекейден айыруға кіріседі. Сор құдыққа келеді. Адам сор құдыққа қонбасын, ірімі жаман жер. Аса құба інген жоқ екен. Ерназар арт ерттеп мініп құба інгенді айнала қараса, анандай жерде құба інген жерде жатыр екен. Құба інген жанында бір тал бар екен. Талдың түбінде бір кемпір отыр екен. Шеше, ана түйенің бойдасына қол жалғап жіберші. Тұрсам отыра алмаймын шырағым, отырсам тұра алмаймын шырағым. Ағарған сақал, шашым бар, қартойып келген жасым бар. Менің саған не керек? Мен жаңа ғана өзімнің 9 келінімді шығардым. Олардың қызығын көріп жеп тұрмын. Мені жіберші. Жоқ, Менің 8 ұлым бар, оған қоса төстігімді де ал. тұзықты маған қалай бересің? Менің қалтамда ұлымның садағының ұшын шығаратын еге бар. Сол егеді осы жерге қалдырып кетсең, сен өзің төстікті аласың. Әке, мына жаққа киіп жүр екен, мен садағымның ұшын шығарайын деп едім, еге ұшымды берші. Қапет деген-ай, ана күні сор құдықтың басында жүргенде қалдырып кетсем, сен өзің төстікті аласың. Төстік ауылынан ұзап шыққан соң Шалқұйрық атқа тіл бітеді. Екеуі келісіп егеуді алып қашады. Жер қойғарылады. Төстік пен Шалқұйрық жер астына түседі. Ол жер жылан ордасы екен. Бабыхан, Желаяқ, 6 досы, Епті, Көлтаусар, Таусоғар көрген және Шаққұлақпен кездеседі. Мен саған өте разы болдым, саған қызым, мен жолдасымды қосып беремін. Мына жерден 6 айлық жер, үстінде шығатын есік бар. Ертөстікке қызы мен жолдастарын қосып беріп, жер ішіне шығатын жолға шығарып салады. Бірақ жолға шыдамай бәрі қырылып қалады. Тек Күңке деген қыз, Төстік, Шалқұйрық тірі қалады. Олар ұзақ өмір сүріп, мақсаттарына жетеді.